Сәлем достар, сен бірге мен Кайла М. Бүгін мен сіздерге Майнкрафттан ең алғашқы қалам дейтін видеоны түсіретін боламын. Әрине мен бұл күнді асыға күттім, өзім салдым, өзім ойластырдым. Енді YouTube хаус салып жатырмын. Енді көп Майнкрафт ойнамаймын, енді шынымды айтайын. Айсұлтан кезетпен, Айшуақ кезет, Делин кезеттердің подписчигім, Майнкрафттың керемет фанатым десем де болады. Соның өзіне қарамастан мен Кача Лайф түсіремін, бірақ бірінші рет Майнкрафт түсіріп тұрмын. Білмеймін, қобалжып тұрмын. Достар, бірден айтып қояйын. Видео ұнаса лайк, ұнамаса лайк. Тегін лайк қой. Неғып аяйсыздар осындай тегін лайкты, достар. Енді сіздерді жамандамаймын. Жарайды, видеомызды бастадық. Кәні, не салып жатыр едік, YouTube хаус салып жатқанбыз. Қатып жатыр, ренжімеңіздер. Енді алғашқы видеом болғандықтан телефонымда қобалжып жатқандай болды. Міне, екінші қабатта. Ойбай. Майнкрафтты ұмытып қаппын ғой. Мына менің статуям. Делин кезеттен нұрладым. Кезетті. Айшуақ кезеттен нұрладым. Бірақ өте жаман шыққан. Не мұны? Достар. 2, 3, 4, 5, 6. Достар, қазір. Достар, ренжімеңіздер. Кішігірім бақ болып қойды, соны ренжітедім. Бүгін кәдімгідей видео болмақ. Мен сіздерді өз қаламмен таныстырам. Енді Майнкрафт туралы түсіретін шығармын, білмеймін. Енді бір подписчигім айтты. Мен деп лайк басыпты. Лайк аспаса да мен түсірем деп шештім. Достар, мені осындай болып жатыр. Енді біраз қиындықтар болды. Соның өзінде де берілмедік. Сіздерге көп рахмет, осындай подписчикке жеткізіп отырсыздар. Сіздер мені қолдадыңыздар. Сіздерге мың алғысымды айтамын енді. Осындай подписчиктерім бар, мені қолдаған. Менің арманым жоқ, басқа. Себебі менің керемет подписчиктерім қолдайтын. Енді хейтерлер де бар шығар. Ондайлар да болып тұрады. Мен өзімді ютубермін деп мақтанбаймын. Мен тек адамдардың маған деген көзқарасын өзгерту үшін ютубер болдым. Дәл солай, достар. Бірақ менде қорқыныш болды. Енді мен қандай ютубер болам деген. Егер дұрыс ютубер болмасам, достарыма қандай үлгі берем деп. Ондайды болды. Енді осындай да болады адамдарда. Мүмкін мен жеп көретін адамдарда бар шығар. Кейін выживание түсем ініммен бірге. Енді YouTube хаусты жалғыз өзіме салмаймын ғой. Інім бар. Мына жерде пиксель блогымыз қате кетіпті. Қайттан салып отырғам кеп тұрған жоқ. Майнкрафтты ұмытып қалғам ғой. Майнкрафт ұяттай. Достар, легендарий бұрындары легендарий едім Майнкрафттан. Ұмытып қалғам ғой. Ұяттай, достар, ұяттай. Не масқара. ютубтан кетем ғой. Осыдан Майнкрафтты ұмытып қаптым. Немен дамығанымды да есімнен шығып кеткен ғой. Кезінде осы Майнкрафтты сүйіп ойнайтын. Не болды, ақыл өсті, сондай болды ма? Сондай ақыл туаттатты ма? Болмаса Майнкрафтқа деген жеп көрушілік болып кетті ма? Сондай болды. Бірақ Майнкрафтты кім жеп көреді дейсің кәсіде.
Деңгізет бар, ойлайды. Шуақ бар, керемет. Маған ұнайды. Несі. Ютубер болуымның себебі кейбір адамдар мен керек кетті, әрқашан мені жеп көрді. Соның кесірінен мен осындай ютубер болу. Соның кесірінен мен былай ойладым, егер мен ютубер болсам, достарым мені қатты жақсы көрсе, мен жалғыз қалмайтын шығармын деген үміт болды енді. Өмір осындай, достар. Адамдар бір-бірін жеп көреді. Енді мен подписчиктеріме алдым ғой. Қашанғы көрсең, бірақ мен кейбір комментарийлерді оқып қатты жылағым келді. Себебі кейбір адамдар мені жек көретіндей сезім болды. Ондай да болады екен адамдар. Ютубер болғанның өзінде ешқашан өкінбейтін шығармын. Мүмкін бастағаным істімді, аяғын мен тастап кететін шығармын. Мүмкін мен ютубер боламын деп қателескен шығармын, бірақ менің өз арманым болады. Әр адам ютубер болғысы келеді. Әр адамның өз арманы бар. Сондықтан адамды ешқашан шектей жеуге болмайды. Адамды келек етсе, алдыңа келеді. Бірақ мен ешқашан бұндай сөзді сыныптастарымның көзін жеп тағам. Сыныптастарыммен сөйлей алмаймын. Сыныптастарыммен сөйлесе алмаймын. Себебі мен қорқам, кейде қобалжимын. Соның кесірінен біртүрлі боламын. Кейбір сыныптастарым мені итеріп кетеді. Ондай да болды. Сондықтан мен сыныптастарымды жек көретіндей сезім болады менде. Сондықтан осындай да болып тұрады. Әрине. Содан соң ютубер болғым келді. Ютубер болу адамдарға әрқашан көмектесетіндей болады. Мысалға мен Айсұлтан KZ'тің несіне қарадым. Айсұлтан KZ өте жақын, жақсы бала. Мен әр видеосын тастамай көрдім, маған ұнады. Бірақ комментария жазамадым. Комментария жазайын деген. Бірақ маған қатты ұнаған болатын өз пікірім. Айсұлтан KZ'ті сүйіп тұрып көрем. Подписчиктері де бар. Айсұлтан KZ'ті бәрі бар. Жақсы көретін ағасы бар. Мүмкін оның сыныптастары жақсы көретін шығар. Мүмкін ол ютубер болуды армандаған жатыр. Ол да ютубер. Ақыр қолынан келді. Жақында ғана бастап еді. Бірден атақты бола бастады. Тіпті оның белсенділігінің өзі керемет. Менің өзім таңғаламын. Достар, жақында эфир шығаратын шығармын, трансляция. Эфир. Тікелей эфирде болуы мүмкін, ондай да болады. Бірақ мен мына есімде болады. Мен әрқашан қанша мен дамымасам да, жаман болып кетсем де, ютуберлікті тоқтатсам да, мен өзімді төмен санаймын. Себебі мен қолдайтын да ешқандай адамдарым жоқ. Отбасым бар, керемет. Апам жақтайды, әрқашан менің отбасым бар, қасымда табылады. Себебі менің отбасым ешқашан мен үйтіп қатты келем ештемеген. Менің отбасым қатты жақсы, керемет адамдар. Маған отбасым ұнайды өз басымда. Бірақ мен Майнкрафт түсіріп отырғаным. Бұрындары ағаларыммен бірге ойнайтынбыз, бірге күшті ойнайтынбыз. Выживание жасап, бір-бірімізді атып, теуіп, тепкілеп, бірімізді әбден не істейтінбіз. Сол кезде Майнкрафтта жыртатын едік. Керемет қылып ауыл салған болатын. Ағаларым керемет қылып ауыл салды. Мен де бардым, бірдей тұрдық, бір-бірімізді өлтірдік, қираттық. Күшті салынған еді ол кездерде. Керемет салған болатын. Ол кезде менде Майнкрафттың құны болды. Майнкрафт дейтін соңғы Майнкрафттар ең ерекше Майнкрафт.
бұрындары Бахан ағам, бұрындары өзіміздің ағам болатын. Ағамызбен бірге ойнайтынбыз, керемет Майнкрафтты қазір ойнаймыз. Енді ғана ойнай бастадық. Майнкрафт ойнай бастағанда ұмытып қалғаным соншалықты дұрыс мишкамды ұстай алмай қалғам. Біраз үйрене алмай қалдым. Енді мынаны біраз салдым. Мына мен бұрынғы ұстатып ем, дұрыс салмаған. Мынаны қарасаңыздар. Басқа нәрсе сақ болғам ғой. Құртқам сөйтіп. Жарайды достар, сізбен бірге мен болған Еркежан. Келесі бөлімде кездескенше сау саламатта болыңыздар. Егер видео ұнамаса, менің бетіме айта салыңыздар.